қазір мен мүлдем дәрі ішпеймін. Осы центрге келгелі бері бірде-бір таблетка ішпеймін. Маған 7 таблетканы үзбей ішесіз деп айтқан. Бүкіл таблетканы тастадым. Энергиям көтерілді. Күнделікті спортпен жаттығамын. 1,5 сағат жүремін. Приседание жасаймын, отжимание жасаймын. Тұрсынкүл ханымның көрсеткен стойкасына жарты сағат тұрамын. Басқа да жаңағыдай жаттығуларды жасаймын. 9-шы этажға көтерілемін. Және де осы нүктелі массаж күнделікті 15 күн бойы алу арқылы өзімде керемет нәтиже. Ешқандай мен бірінші кезде әрине аурудың бәрі қозды. Бір массаждың арқасында бүкіл менің бұрынғы ұмытып кеткен ауруларымның өзі есіме салдырды. Бірақ енді қазір мен өте сондай ризашылықпен қыздарға өзімнің алғысымды айтып, осы командаға алғысымды айтып кетіп жатырмын. Нәтижесі өте керемет. Мен барлық халыққа айтар едім. Осы ешқандай дәрісіз, ешқандай дәрігердің жаңағыдай көмегіне жүгінбей, әрбір отбасы келіп, осы білімді алып, өзіне игерсе, онда біздің қазақтың халқы, әсіресе мынау жаңадан ұрпағымыз өсіп келе жатқан ұрпағымыз дені сау болып өссе, біздің онда халқымыздың да әлеуметі де, денсаулығы да жақсы болар еді. Сондықтан барлықтарыңызға айтамын, осы білімді игеріп, өздеріңізді, денсаулықтарыңызды дұрыстауға үлкен мүмкіндік бар. Негізі биыл осы январ айынан бастап ауыра бастадым. Содан докторлар маған мәңгі бақи сіз дәрі ішесіз дегеннен кейін мен дәрі ішкім келмейтінін айттым да, мен бұнымен келіспеймін, мен дәрі ішпеймін. Себебі бұл менің ағзамды бүлдіретінін білдім. Сондықтан да мен біріншіден осы сұрақты өзіміз Құдайға қойдым. Жаратушым, мен мына ауруыммен келіспеймін. Бұның қандай да бір шешімі бар. Және де осы менің ауруымды жазатын қандай да бір осының шешімі маған берші деген кезде Тұрсынхан ханым инстаграмнан қайта-қайта алдымнан шыға берді. Сосын бұл кісіні жақсылап изучать ете бастадым. Көмекшісіне жаздым Айгүл ханымға. Айгүл ханым білім алыңыз деді. Сіз бірінші ем алу үшін бірінші білім алуыңыз керек деді. Мен бірденнен келісіп, осы 99-шы ағымдағы сабақты сатып алдым да, осында келіп Тұрсынкүл ханымнан білім алдым, практика жасап үйрендім. Сонымен қатар мен өзім ем алдым. Білімнің негізгі логикасын түсіндім. Практиканы Тұрсынкүл ханымның көрсетуі арқылы, сол кісінің жаңағы бағыт-бағдар беру арқылы өзімде үйреніп алдым. Сонымен қатар 15 күн өзім ем алдым. Өте ризамын. Тұрсынкүл ханым өте керемет кісі. Оның командасы өте керемет, өз сияқты. Және де мынау массаж жасайтын ханымдардың барлығына ризашылығымды білдіремін. Алғыс айтамын бәріне. Маған қойған диагнозы осы, менде биыл айтып отырмын ғой, бірінші щитовидкамда шамалы өзгерістер болды. Одан кейін менде өзімде хронический бронхит болатын. Ал врачтардың осы жолға қойған диагнозы менде гипертония, ол менде хронический гипертония. Ковидтан кейін ауырдым осылай, учетқа тұрдым. Одан кейін биыл жүрегімді тексерген кезде менде атеросклероз, жүректе 65%, және де мойынның оң жағында 45%, сол жағында 40% деген осындай диагноз қойды. Сондықтан да осындай дәрігердің көмегінсіз, ешқандай дәрісіз емделетін жол іздедім. Және де осы жолды Алла тағала мені Тұрсынкүл ханымға алып келіп жолықтырды. Өзімнің осы алған біліміме өте ризамын. Бұл өте ауқымды білім деп айтсам болады. Бұл жерде бірнеше жаңағы сфераны қамтиды. Тамақтану, дұрыс тамақтану, бірінші ниет, Құдайға сену, өзіңе деген сенімдік. Екінші жаңағы
спортпен айналысу, дұрыс тамақтану, көңіл күйді дұрыс ұстау және осы себепті нүктелі массажды басып емдеу арқылы бүкіл аурудан емделуге болатынына көзім жетті.